Сәлем қадірменді көрермен. Оңтүстік Африкадағы Малави елінде пәктіктен қалай айыратынын білесіз бе? Африканың оңтүстігіндегі Малави елінің көпшілігінде өмір тас дәуірінен бері айтарлықтай өзгерген жоқ. Ауылдық жерде электр жарығы жоқ, мектеп те жоқ, жол да жоқ. Бұл жақта өркениетті дамыған адам үшін өте оғаш, тіпті жабайы кәсіп сақталған. Оны жергілікті тілде гиена деп атайды. Ежелгі Малави дәстүрі бойынша кәмелеттік жасқа толған қыз пәктігін арнайы маманға алдыртуы керек, және оның қызметі ақылы болуы қажет. Ол кәсіп иесінің аты гиена. Малавидегі өте танымал кәсіп. Оның Африка еліндегі өкілдері бақытқа қарай саны аз. BBC журналистері осындай адамды тауып, одан көпшілікті таң қалдыратын ісінің егжей-тегжейлерін білді. Эрик Анива әлемдегі ең көп сұранысқа ие гиена. Ер адам журналистермен 3 бөлмелі кең үйінің жанында кездесті. Бұл жергілікті тұрғындар үшін керемет сән-салтанатты үй. Эрик туылғаннан бері аяғын ақсап басады. Сондықтан оған шаруалар үшін әдеттегі жұмысты жасау қиын. Бірақ елдің оңтүстігіндегі ауылдар осылай деп атайтын тазалық рәсімі кәмелетке толмағандарды пәктігінен айыруды қиындықсыз жасайды. Ақсақалдар Аниваға жиі жүгінеді, ал шақырулар көбінесе көрші ауылдардан келеді. Эрик баспасөздің ілтипатына риза болып, мамандығының қыр-сырымен бөлісті. Белгілі болғандай, гиенаның көп жұмысы бар. Балалармен жыныстық қатынастан басқа, ер адамның міндеттеріне күйеуі қайтыс болған әйелдермен тазалау жыныстық қатынасы кіреді. Эрик күйеуінің жерлеуіне дейін жесір әйелмен төсек қатынасына түсуі керек. Көбінесе рәсім кезінде марқұмның денесі бір бөлмеде болады. Кәмелетке толмағандармен жыныстық қатынасқа келетін болсақ, бұл рәсім қыздардың әйелге айналуымен байланысты және бірінші етеккірден кейін орындалады. Іс-шара салтанатты түрде ұйымдастырылады, және кедей малавиліктер бір айдан астам уақыт бойы ол адамның қызметіне ақы төлеу үшін ақша жинайды. Көбінесе рәсім бірден бірнеше қыз баламен жүзеге асырылады. Әсіресе мұндай күндері гиеналардың табысы жақсы болады. Бұл рәсімге қатысудан бас тартуға бола ма деген сұраққа Анива олардың провинциясында өте сирек болады деп жауап береді. Инициациядан өтпеген қыз өзіне және оның отбасына көптеген аурулар мен қиындықтар әкеледі. Сондықтан бас тарту ешқашан болмайды. Сондай-ақ гиена ер адам көбінесе 12-13 жастағы қыздармен жұмыс істеуге тура келетінін айтты. Бірақ ол өзінен үлкенірек клиенттермен жұмыс істеуді жөн көреді. Эрик Анива оның кәмелетке толмаған жыныстық серіктестері рәсімнен өткенін мақтан тұтатынын және оған тазарту үшін өте риза екенін мақтанышпен айтады. Алайда көрші ауылдардың қыздары мен әйелдері арасында сауалнама жүргізгеннен кейін BBC журналистері гиенамен айналысқандардың барлығында жағымды естеліктер қалмайтынын және бұл рәсім туралы қыздарда жиіркенішті ой пайда болатынын анықтады. Бұл туралы Мария есімді қыз былай дейді: оның барлық достары да гиенамен күресуге мәжбүр болған. Оның достары гиенаны есіне түсірген кезде денелері селт етіп, қорқынышпен есіне алатындығын айтқан. Айтпақшы, Эрик Анива бірден 2 әйелге үйленді. Екеуі де күйеуінің немен айналысатынын жақсы біледі. Қанша қызбен және әйелмен төсектес болды деген сұраққа Анива әзірге олардың саны 104 екенін мақтанышпен жауап берді. Бірақ бірнеше жыл бұрын жергілікті журналистермен сөйлескен кезде де бұл санды қайталап айтқан. Сондықтан ер адам ол адамдардың санын есінде сақтамайды және ол сандарды шатастырып келген. Өз міндеттерін орындау кезінде гиеналар мүшеқапты пайдаланбайды. Сондықтан рәсім жиі жыныстық жолмен берілетін ауруды жұқтыру мүмкінмен бірге жүреді. Сондай-ақ кейде мұндай қарым-қатынас жүктілік пен баланың туылуымен аяқталады. Эрик өзінің 5 баласы туралы нақты білетінін айтты, бірақ одан да көп болуы мүмкін деп атап өтті.
Анива ауыл тұрғыны үшін өте білімді және ВИЧ инфекциясы туралы естіген. ВИЧ инфекциясы туралы күрделі сұраққа ер адам жалтарып жауап берді. Тек адамгершілік қасиеттері жоғары, әдепті және дені сау адамдар ғана гиена болатынын айтты және әңгіме тақырыбын өзгертуге тырысты. Оның өлімге әкелетін вирустың тасымалдаушысы ма деген сұраққа Эрик қарсылассыз түрде оң жауап берді. Сонымен бірге ол ешқашан қыздардың ата-аналарына да, әйелдерге де ВИЧ инфекциясы туралы хабардар етпейтіні белгілі болды. Гиеналар СПИДтің таралуына айтарлықтай үлес қосып жатқан анық. Қызыл крестке қолжетімді ақпаратқа сәйкес, Малавидегі әрбір 10 адамның біреуі ВИЧ жұқтырған. Бірнеше ықшам орналасқан ауылдарды қамтитын қоғамдастықта 10 шақты гиена бар. Олардың барлығы бос отырмайды және жергілікті стандарт бойынша жақсы ақша табады. Қызметі үшін оларға $4 $7 дейін төленеді. Бұл Малавидің оңтүстік провинциялары үшін қомақты ақша. Малави тұрғындары гиена кәсібінің барына үйренген. Дегенмен, орталық және солтүстік аймақтарда бұл тәжірибе ескірген. Гуманитарлық миссиялар, шіркеу және соңғы кездері ресми билік бұл жағдайға қарсы күресуге тырысуда. Бірақ олар әзірге жекелеген ауылдарда тек жергілікті табыстарға қол жеткізуде. Адамдардың өздері бірте-бірте гиеналардың қызметінен бас тарта бастағаны жақсы. Және бұндай мамандар жақын арада талап етілмейтін болады деген көп үміт бар. BBC Эрик Анива туралы материалды жариялағаннан кейін, бірнеше күн өткен соң, полиция басты кейіпкердің ауылына барды. Гиенаны тұтқындаған. Ер адам балаға зорлық-зомбылық жасады. Сондай-ақ ВИЧ инфекциясын біле тұра таратқаны үшін айыпталған. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Аниваның ісі ел президенті Питер Мутариканың жеке бақылауында. Саясаткер өз елінде сексуалдық қылмыстардың өркендеуіне жол бермейтінін айтты. Біреулер кәмелеттік жасқа толмағандарға қатысты ежелгі дәстүрді желеу етіп алыпты деген сөз. Бұл оқиға Эриктің құрметті және жағымды табысты мамандығының қауіпті және заңсыз санатқа ауысқанын білдіреді және бұл өте қуантады. Осы видео жайлы не ойлайсыз, қадірменді көрермен? Комментарияға пікіріңізді жазып кетіңіз. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз, қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.